Құрметті әріптестер, жас достар, жалпы қазақ ұлттық болмысы мен тегі жайында хабардар болғысы келетін көпшілік ұлт жанашырлары. Мен бүгінгі лекция сабағымды құрылымы жағынан лекцияға жақын болғандықтан солай қойдым. Негізгі тақырыбы сабағымның мәдени генетикалық код, ұлт негізі. Бұл өзі 10-шы сыныптарға арналған зерттеу сабағы. Әрине мен сабақты түрлендіріп, қосымша ақпараттар алып, оның қаралатын мәселесі бойынша мынандай сұрақтарға бөліп қойдым. Біріншісі, мәдени генетикалық код дегеніміз не? Оның атқаратын миссиясы қандай? Осы мәдени генетикалық код неден құралады? Біз оны қалай білеміз? Бізді қалай ол бір-бірімізбен жалғастырып, ұрпақтан ұрпаққа жеткізіп отыр? Мәдени генетикалық кодта тасымалдаушы ұлттық тіліміздің рөлі қандай және неде? Бүгін күндері осы ұлттық кодымызды, ұлттық ерекшелігімізді сақтап, алға жылжыту үшін не шараларды жұмыс атқаруымыз керек? Қандай бағыттарда жұмыстар жүргізуіміз керек? Осы туралы өз жеке ой толғауымды жеткізбекпін. Сабақ бағана басында айтқандай көпшілікке есептелген. Әрине негізгі тыңдармандар жас ұрпақ деп ойлаймын. 10-11 сынып оқушылары, оларға бұл мәселелерді біле жүрген өте тиімді. Бірінші мына слайдқа көңіл аударсаңыздар, мұнда түйінді сөздерге түсініктеме берілген. Мен де осы сөздерге глоссарий дейміз, жеке анықтамалар беріп кетейін. Өйткені қолданылған сөз, терминдардың астары, оның мәні, нені меңзеп тұрғаны, нені түсіндіріп тұрғаны белгісіз болатын болса, бізге сабақтың ішкі құрылымы, оның айтам деген ойы ашылмай қалады. Бұл өте маңызды кезеңі деп қарастырайық. Сонымен мәдени деген сөзімізде, немесе мәдениет деген сөзімізге адамзат баласының ақыл ойымен, қолымен жасалған бүкіл дүниені қамтимыз. Өркениет деген мағынада қолданылады. Ген, қан, тек дегенімізде бұл екі ұғымның бірлестігі бұл сабақта. Биологиялық және тарихи түсініктердің қосындысынан шығады. Код деген сөз бұл бәрлеріңіз білесіздер. Қажетті ақпараттардың жиынтығы, құпия жиынтығы деп айтуға болады. Ол құпия сандарсыз, немесе құпия сөздерсіз ешбір біздің бүгінгі күнде қолданып жүрген интернеттеріміз, гаджеттеріміз, немесе тіпті банкоматтағы карточкаларымыз ашылмайды ғой. Сол сияқты код осы мағынада қолданылып отыр. Адамзат баласының, қазақ ұлтының болмысына байланысты. Жады, есте сақтау, этнос, халық, ұлт, бұл енді бәрімізге түсінікті болу керек. Эндоэтноним, ұлттың өзі атауы. Бүгінгі сабақта бұл бізге керек болады. Әсіресе бірінші бөлімінде сакралды, немесе қасиетті орындар, қасиетті ұғымдар деген мағынада біз қолданамыз. Сонымен мәдени генетикалық код дегеніміз әр ұлттың, этностың ғасыр бойы жинақтаған өркениетінің жетістігін ұрпақтан ұрпаққа жалғастырушы алтын көпір. Бұл басқалардың, ұлты бөлектердің көзіне түсе бермейтін, басқалар сезіне алмайтын құпия жиынтығы деп анықтама берейік. Басқалардың деген кезімде, бұл сөздерде өзімдікі, басқалардікі дегені бәрі тырнақшаның ішіне алынады. Өйткені бұл шартты сөздер. Басқалардың өзінің генетикалық коды бар. Орыстың орысша, немістің немісше, ұйғыр ұйғырша, өзбек өзбекше өзінің генетикалық кодын сақтап отырады. Біздің сөйлеу ерекшелігіміз, мақал мен мәтел сөздеріміз
әндер мен күйлеріміз, аңыздарымыз бен салт дәстүріміз осы мәдени генетикалық кодтың сақталып жетуі соның жемісі. Мына екінші слайдта ұлттың тегі туралы айтқанда соны түсіндіруге қолданылған. Ұлт туралы айтқанда, ұлттың өткені туралы айтқанда аңыздар еске түседі. Аңыздар шындықтардың жиынтығы деген сөз тұр. Шынымен де аңыздың ертегіден айырмашылығы сол, оның кейіпкерлері, онда болған оқиғалар шынайы өмірде болған. Түсіндіру жолдарында әртүрлі қиялы немесе шындыққа жанаспайтын оқиғалар кездеседі, бірақ ол ертегіден бөлек. Өзінің құрылымы, шығу тегі, ең бастысы идеология ретінде ықпалы. Аңыздар немесе мифтер ұлттық болмыстың белгілерін сақтап, кеше кім едім, бүгін нені білемін, нені қастерлеймін деген сұрақтарға жауап беруші. Сонымен қатар этностың діни түсінігінің қайнар көзі болып табылады. Аңыздар шындықтардың жиынтық үлгісі. Үшінші слайдқа көңіл аударыңыздар. Осында көріп тұрған кесене бұл Алаша хан кесенесі. Демек, мен аңыздар арқылы ұлттық генетикалық кодымыздың сақталуы, трактовкасы бізге жетуі деген контексте сөз сөйлейін. Алаша хан туралы аңыз қазақ халқын біріктіруші миссиясын атқарды. Қараңызшы, аңыз бойынша 301 атадан тараған. Бір туғандар, ортақ әкеміз бар. Бір үйдің баласымыз деген идеяны алып жүруші аңыз. Ұранымыз алаш, керегеміз ағаш деп жатамыз. Мыңдаған жылдар бойы мән мағынасын жоғалтпай келе жатқан аңыз. Басқа ұлт өкілі мұны тек сырт бейнесінен түсінеді. Қазақ аңыздың ішкі әлемін түсінеді. Өзінің жадында сақтады. Ұрпақтан ұрпаққа берді, бізге жетті. Бұл аңыздың сөздік формасы. Ал аңыздың символдық таңбалық көрінісі дейтін болсақ, ол Ұлытаудағы Алаша хан кесенесінің тұрғызылуы. Бағана өздеріңіз суретін көріп отырған. Алаша хан қашан өмір сүрді? Оның қай заманда қандай кезеңге жатқызамыз? Нақты жауап жоқ. Аңыз нұсқалары көп. Әр айтушы оны тарихи шындыққа жақындатып, өз пікіріне лайықтайды. Алайда негізгі нарратив, яғни ойдың жалғасуы бір ортақ. Ол біздің бір туған бауырлар екенімізді жеткізу. Енді осы ойды жалғастыру үшін 4-ші слайдта көңіл аударайық. Ойымды мынаған әкеп тірейін. Алаша хан кесенесі бағана айтқанымдай бізге көрінбейтін жалғастырушы жіп, біздің рухани байлығымыз сөз арқылы берілген аңыз болатын болса, ал мынау кесене біздің сакралды қасиетті ұғымымыздың біріне айланып, қасиетті орынға айланып отыр. Бір нәрсені қазір алып шығайын, соған байланысты сіздер айтар ойын түсінесіздер. Алаша хан кесенесінде болғандар байқаған шығар, кесененің ішінде, ішкі құрылысында кешене үстіне көтерілетін минарет сияқты баспалдақтар жасалған. Сол баспалдақтарға өтер есіктің үстіне қасқыр, бөрі таңбасы басылған. Бұл біздің дүние танымымыздың таңбасы. Жаңа мен нарратив деген сөзді қолдандым. Оның мәні әртүрлі оқиғаларды бір-бірімен жалғасып түйіндеу, жалғасын табу, ақпарат беру деген мағынаны білдіреді. Мынаған қараңызшы. Алаша хан болжаммен сонау ботайлық алғашқы жылқы өсірушілер заманында болған тарихи тұлға. Бұл бір аңыздың бір версиясында. Ол күнге, отқа табынушы арийлер дәуірі. Алаш ұғымының шығу тегі туралы Әбілғазы Баһадүр хан түрк шежіресі еңбегінде солтүстікте Алаша қаласы болған екен дейді. Сонда алат өсірушілер өмір сүрген екен деген деректі келтіреді. Маған осы
ұсыныс бар енді бұндай аңыздың версиялары. Мұхаммед Хайдар Дулати тарихи Рашидида өз пікірін жеткізеді. Ал маған осы версия өте жағымды деп есептеймін. Өйткені солтүстікте қола дәуірге, одан бұрынғы энолит дәуіріне тән Арқайын қаласы, Ботай тұра орналасқан. Бұны дәлел ретінде алып отырғаным, аңыздың шығу уақытысы бүгінгі күннен есептеген кезде 5000 жыл әріден келеді. Енді осыдан келіп мынандай екінші ой туады. 19 ғасырда дала энциклопедиясы сияқты дала этнографиясының білгіші секілді Сүйінбай Аронұлының өлең жырлары. Сондағы бір айтылатыны: бөрі басы ұраным, бөрлі менің байрағым, бөрлі байрақ көтерсе, қозып кетер қайдағым дейді. Бөрі туралы, көк бөрілер туралы аңыз түркілер дәуірінікі. Ол әрі кеткенде ғұндар дәуірі біздің заманымызға дейінгі 2-3 ғасырдан бастау, немесе берісі біздің дәуіріміздің 5-6 ғасырында пайда болған аңыз. Бұл бөрі туралы, көк бөрілер туралы аңызды сіздер көптеріңіз білесіздер. Алашахан секілді аңыз секілді ол бәріміздің жадымызда сақтаулы. Ал енді осын зерттеген Лев Николаевич Гумилев көне түркілер еңбегінде бұл идеяның шығу тегіне, түркілердің шығу тегіне байланысты пайда болған аңыз дейді. Оның айтылуы тіпті ішкі құрылымы ұлттық ерекшеліктерге қарай бөліп алған дейді. Бір ғана мысал келтіріп кетейін. Сол кісі зерттеуінде айтады: аңыз бойынша жаугершіліктен аман қалған 10-11 жасар бала бөрі анаға жолығады, содан ұрпақ тарайды дейді. Бұл қыпшақтар, ноғайлар, башқұрттар, қазақтар басқа қолданылатын аңыздың версиясы. Ал басқа сол жақта Сібір халықтарынан ұйғырлар, тувалықтар, басқалар сәл басқаша қылып айтады дейді. Олардың аңызы бойынша қыз бала тірі қалған дейді, 11 жасар. Ол бөрі арлан бөріге қамқорлығына түсіп, содан 10 бала тараған дейді. Осы бір көзге көріне бермейтін детальдің өзі бұл аңыздардың ұлттық кенді бөлігі. Енді бірді айтып бірге кетіп отырмын, мынаған оралайық. 5-6 ғасырлардағы бұл ашындер, көкбөрілер дәуірі деген кезімізде бұмын, мұқан, іштеме, білге, құтлық, түнігөктер туралы еске түсіреміз. Руна жазуын еске түсіреміз. Ал бұның салдары тәңірге табыну, көк бөрі құртқаны ана деп тану ұғымның пайда болуы. Өздерін даланың қайсар, ержүрек, текті деп қабылдаған бөріні тотем ретінде есептеулері. Алашахан және көкбөрілер аңызының арасында 3000 жылдай уақыт өткен. Ал енді Кесенеге оралайық. Кесенедегі бағана мен айтқан бөрі таңбасы. Кесене қай уақытта жасалды? Кей деректерде 13 ғасыр дейді. Қазіргі деректер 14-15 ғасырдың мәдени ескерткіші деп отыр. Ақ-Орда дәуірі қазақ ұлттық мемлекетінің прототипі, алғашқы ірі қадам болатын. 15 ғасырдың ортасында қазақ деген атпен мемлекет құрылды, ұлттық мемлекет құрылды. Ал Кесенедегі бағанағы Алашаханның мазарының тұрғызылуы, оған бөрінің таңбасының басылуы, ұлттық идеологиялардың бірлігі,
біздің бастауымыздың дуумвириаты немесе дуализмі қос идеяның билік құруы, қос идеяның бірігіп бір арнаға түсуі. Нарратив дегеніміз осы. Қараңызшы, ботайлықтар дәуірі, қола дәуірі, арийлер дәуірі дейтін болсақ, сақтар дәуірі дейтін болсақ, үйсін қаңлы дәуірі дейтін болсақ, екінші аңыздың шығуында түркілер дәуірі. Біз қазір өзімізді түркілерден тарқатамыз. Екеуі бірігіп, бір ұлттық идеяны алып шықты. Демек, осы жерде айтқым келетіні мынандай бір сөздердің шумағы келіп тұр, өздерді оқып тұрған шығарсыздар. Алат көрсем, алаш еске түседі, сайын дала иелері кешегі еркіндікті мұра еткен ұрпаққа қазақ сөзі содан қалған деседі. Бұл енді біздің интерпретация, біздің түрлендіруіміз, қабылдауымыз. Алаш этносты біріктіруші ортақ ұғым. Біздер алаш жүздігінің ұрпақтарымыз, ботайлықтарымыз, арийлеріміз. Бертін келе көкбөрілер аңызы. Біз жауынгерлер ұрпағымыз. Елімізді сақтаушы, еліміздің бірлігін сақтаушы, ана тілімізді сақтаушы ұрпақпыз. Міне осы екі аңызды қолдану арқылы басты мақсатым мәдени генетикалық код қалай қалыптасады, оның атқаратын миссиясы немесе функциясы қандай дегенге жауап бердім деп ойлаймын. Ұлттың тек өзіне тән ерекше белгілерін алып жүруші осы мәдени генетикалық код. Ол уақыттың тезіне, сынағына шыдап, ұлт жадында сақталып, ділімізге, яғни менталитетімізге нықтап орнықты. Біздің бойымыздағы бір субстанция ретінде тірлік жасайды. Естіген аңыздар рухани дүниеміздің негізі, ал кесене мен оған салынған таңба осы рухани болмысымыздың материалдық көрінісі. Мен сөз реті келгенде айтып кетейін, қазір Жезқазған өңірі Ұлытау облысы болып қайта құрылды. Ұлытау деген атының өзі жаңғырып тұр. Ол біздің бір рухани дамуымыздың жалғасы, жаңа бір көрінісі секілді. Әрине оның мен бұл жерде біздің контекстте қолданып тұрмыз сабақ тақырыбында әлеуметтік экономикалық негізі терең және басқа ағымда, бірақ олар бір жерде тоғысады. Болмыс әлеуметтік өмір біздің рухани өмірімізді қалыптастырады. Қазақ айтады, сүтпен сіңген сүйекпен кетеді деп. Міне бұны аңыздарды жоғалтпай, бір-біріне жалғастырып, оны өзіміздің ыңғайымызға түрлендіріп, оның құндылығын асқақтатып жеткізуіміз ұлттың тектілігі, ұлт болмысының ерекшелігі, басқалардың көзіне сөрілмейтін ғажайып жіптің қанымызда жүрген, сүйегімізге сіңген, бізді біріктіруі. Міне ұлттық генетикалық код дегенімізде осы мәселелер басты негізгі рөлде, негізгі үлкен қасиетке ие болып отырады. Енді лекция сабағымның бірінші бөлімін аяқтайын. Келесі бөлімінде мәдени генетикалық кодта жалғастырушы, дамытушы тілдің рөлі туралы және осы тіл мәселесінде айналасында туындайтын кейбір мәселелерге тоқталып өтеміз. Барлық тақырыпты толық ашу бір сабақта, оның бір бөлімінде мүмкін емес. Мен бірінші сабағымда бағана айтқандай генетикалық кодтың атқаратын рөлін осы аңыздар арқылы ғана көрсеттім. Бұны бата арқылы да көрсетуге болады, мақал, мәтел арқылы көрсетуге болады, дастан, жырлар арқылы көрсетуге болады. Сондықтан да әркім өзінің түсінігіне ыңғайлап, іздестіріп, зерттеп көрсеңіздер, бәрібір түптің түбі бір нәрсеге, біздің ортақ генетикалық кодымызға кеп тірелеміз және оның сақталуының, оның алға жалғастырылуының маңыздылығын ұғынамыз. Сөзім соңына каналыма жазуларыңызды сұраймын. Егер сұнған
сабақ материалдары, шағын лекциям сіздерге ұнаса бас бармақты басыңыздар, комментарий, пікірлер жазыңыздар. Мен оларды оқимын. Ұсыныстарыңыз болса, және олар қызықты болатын болса, сол тақырыптарда болашақта сөз қозғауға міндетті түрде әрекет жасаймын. Каналда ары қарай дамытуға ықпал ететін ол сіздердің қолдауларыңыз, сіздердің комментарийларыңыз. YouTube алгоритмі солай құрылған. Неғұрлым сабақ көбірек көріліп, неғұрлым комментарий көбірек жазылған болатын болса, ол көбіне көп аудиторияны, үлкен кеңістікті қамтиды. Осында естеріңізде болсын, патреон болам деген адамдар болатын болса, мен сабақ сипаттамасында өзім координаттарымды қалдырамын. Сұрақтарыңызды сол комментарий арқылы немесе тікелей қойларыңызға болады. Сабақтың келесі бөлімінде жолыққанша сау болыңыздар.